Құрметті тыңдаушылар, кәсіпкерлік курсына қош келдіңіздер. Кәсіпкерлік ойлау, кәсіпкердің психологиясы тақырыбында анықтама беретін боламын. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Абай Құнанбаев. Өзіңізді салыстыратын жалғыз адам бар. Ол өткен өмірдегі өзіңіз. Жақсы бола алатын жалғыз адамыңыз ол қазіргі өзіңіз. Зигмунд Фрейд. Бастамашыл кәсіпкерлердің басты назарында оның психологиялық дайындығы мен іс-әрекет етуге деген дайындығы болуы тиіс. Ол үшін адам отбасын өзгерістер қажет ететіндігіне сендіру, тұтынушыға сіздің тауарыңыз, қызметіңіз қажет екендігін түсіндіру, өзіңіздің тәуекелге, өзгерістерге және еңбекке дайын екендігіңізге сендіру мүмкіндігіне ие болу керек. Кәсіпкердің дұрыс философиясын қалыптастыра алатын басты қасиеттердің бірі оның өзіне деген және күшіне деген сенімділігі. Адамның сенімділігі оның жүріс-тұрысынан байқалады. Себебі ол өз ойын өзгелерге жеткізе алады, өз сезімі мен әсершілдігін байқата алады. Өзінің жеке пікірі бар, өзгелерге өзгеше пікірді ұсыну құқығын ұсынады. Белсенді және бастамашыл. Өз мақсаттарына жетуде табандылық байқатады, өз бетінше шешім қабылдай алады. Егер сіз кейбір қасиеттердің бойыңызда жоқ екендігін немесе толықтыру қажеттігін сезінсеңіз, онда асығыс шешім қабылдамаңыз. Алдымен бизнесіңізге және өміріңізді өзгертуге не кедергі екендігін түсініп алу керек. Біздің күнделікті өмір сүру тәсіліміз қандай себептерге байланысты? Біздің қаржылық жағдайымызға немесе өмірге деген көзқарасымыз ба? Қалыптасқан тәртіп өзгертудің жалғыз жолы адамның өзінің көзқарасын өзгерту болып табылады. Өзгерістерге әкелетін екі себеп бар. Біріншісі шабыт, екіншісі күйзеліс. Өзгерістер үнемі болып жатады, бірақ қандай себеппен өзгеруімізді біз өзіміз таңдаймыз. Адамның жеке философиясы қалай қалыптасады? Басында оған біздің айналамыздағы ата-аналарымыз, бауырларымыз, қарындастарымыз, адамдар әсер етеді. Кейін оған балабақша, мектеп, достар, институт және тағысын тағылар әсер етеді. Біздің жеке қолданатын бағдарламамыз дұрыс ақпаратпен қамтылған болса ғана дұрыс шешім қабылдай аламыз. Керісінше болса, шындық пен өтіріктің айырмашылығына жете алмай қаламыз деп көп қателікке жол беріп, бұрыс шешімдердің нәтижелерімен күресуге тура келеді. Жеке философияның қалыптасу үшін комфорт аймағы секілді ұғымды түсінуіміз қажет. Комфорт аймағы дегеніміз не? Ол бізге қажет па? Ол жақсы ма, әлде жаман ба? Барлығы да адамның мүмкіншілік шегіне байланысты. Комфорт аймағы әдемі естілгенмен, бірақ егер адам өз комфорт аймағына шыға алмаса, оның өз өмірін өзгертуге және жақсартуға құлшынысы жоғалады. Ол өзінің ішкі шектеулерін жеңіп, комфорт аймағы шекарасынан шығып үйренбесе, осы жағдай жалғаса береді. Комфорт аймағы дегеніміз не? Адамның шектелген өмірлік шекарасы, сонымен қатар үйреншікті өмір сүру ұстанымы. Комфорт аймағында өмір сүретін адамда өз-өзін жетілдіруге, өз мүмкіншілігін, білімі мен дағдыларын пайдалана отырып, белсенді іс-қимылдар жасауға құлшынысы болмайды. Бұл өз кезегінде адам санасының дамымай регрессияға ұшырауына әкеліп соғады. Әрдайым күйзелісті жағдайда болу да жаман. Комфорт аймағында біз күш жинаймыз. Бірақ біз комфорт аймағынан шыққанда ғана дами аламыз. Өз ісімізді бастауға не кедергі? Біріншіден қаржы тапшылығы, жеке қорқыныштар және де мотивацияның төмендігі. Қорқыныштарды жою үшін белгісіз нәрселерді белгіліге айналдыру керек. Бизнеске қатысты қорқыныштарды жою үшін ұсыныстар. Өзіңізге ұнайтын бизнесті таңдаңыз. Білімді болыңыз. Сізді шабыттандыратын адамдармен араласыңыз. Тайм-менеджмент құралдарын қолданыңыз. Бизнес жоспарыңызды жасаңыз. Табысты болуға сеніңіз. Әрине, кәсіпкердің әмбебап бейнесі болмайды. Қашанда жеңіске алып келетін, немесе түбінде сәтсіздіктен аяқталатын стратегиялар болмайды. Психологтардың ойынша, табысты кәсіпкерлердің көпшілігі мінезінде, темпераментінде, шыққан тегінде, адамның өсіп жетілген жағдайында, сана түрткісінің ерекшеліктерінде ортақ бір дүние бар.
Түрлі психологиялық мектептер адамның өз ісін ұйымдастыруға деген қабілетін зерттеген. Мысалы, темперамент адамның энергетикалық мүмкіндіктерін қалыптастыратын мінездің физиологиялық негізі ретінде. Холерик идеяға жылдам құмартуды мүмкін, бірақ істі соңына дейін жеткізбейді. Ал меланхоликтің еңбекке қабілеттілігі төмен болғандықтан жетістікке жетуге деген мүмкіндігі аз. Көптеген психологтардың пікірінше, стандарттан тыс шығармашылық ойлау, шешендік, математикалық қабілеттер жақсы қызмет етеді. Психологтер сіздің кәсіпкерлік қабілетіңізге әсерін тигізетін тағы бір маңызды фактор қоршаған ортаңыз деп санайды. Яғни өмір мән жайының сонау басынан бастап бүгінгі сәтке дейін тұлғаны қалыптастыру. Мысалы, зерттеулердің бірі еркін мамандыққа ие фриланспен айналысқан ата-аналардың балалары табысты бизнес құрғанын көрсеткен. Психологтер бизнесмендердің шынайы өмірдегі жүріс-тұрысын барлық жаңалыққа деген алғырлық, сынға ашықтық, ойлау және мақсатқа лайық әрекет етуін зерттеген. Бизнес ойлау мен балық аулаушыны не байланыстыратынын білейік. Жақсы балықшы бар және жаман балық аулаушы бар. Жақсы балықшы балық ауламай тұрып не істейді? Теңіздің өзін және теңізде құстар көп ұшқан жерде балық болғандықтан құстардың ұшып келуі мен ұшып кету кезеңін зерттейді. Жергілікті балықшылардан сол жерде қандай балықтар бар екенін сұрап біледі. Сол теңізде кездесетін балыққа арналған қармақ пен балықтың тамағын алдын ала дайындайды. Жақсы балықшы күте біледі. Ол қармақ пен 1 сағат, 2 сағат күні бойы отырады. Бәрібір өзінің балығын аулайды. Жеке ісіңізді бастамас бұрын есіңізде болсын. Кәсіпкерлік дегеніміз мамандық және де кез келген мамандық сияқты оны күн сайын игеру қажет. Өз ісінің шебері болу үшін көп күш салуыңызға тура келеді. Ең бастысы, қол жеткізген жеріңізде тұрып қалмай, алға жылжи беріңіз. Сіз кәсіпкер ретінде бизнесіңіздің ең маңызды құрамдас бөлігі болып табыласыз. Себебі ісіңіздің басқарылуына және жетістікке жетуіне жауап бересіз. Қызметкерлеріңіз бен компанияңыздың қызметіндегі нәтижелер үшін жауапкершілік алатыныңызды есте сақтаңыз. Жеке істі бастау идеясының өзі сіздің өміріңізді сол сияқты айналаңыздағылардың өмірінде айтарлықтай өзгертуге қабілетті аса маңызды шешіміңіз болып табылады. Сау болыңыздар.